Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Музыка көңілді досымыз авторлық бағдарламасы бүгін өзімді Апельсин, таныстырып апельсин, кетейін. не мандарин, а апельсин. Әуезов ауданы нөмір 57-ші Бөбекжай балабақшасының музыка жетекшісімін. Педагогика ғылымдарының магистрі. Бүгін ұсынылып отырған бағдарлама музыка көңілді досымыз авторлық бағдарлама мектепке даярлық топтарына 5-6 жастағы балаларға арналған. Барлығы 30 сағатты құрайды. Енді бағдарламаның өзектілігі музыка баланың сезімін, көңіл күйін есте сақтауын және сөйлеу қабілетін дамытады. Қазақтың музыкалық мұрасы мен әлем әндерінің балалық шақтан танып өскен бала рухани бай, мәдениетті ұрпақ болады. Музыка сабақтары тек өнерді үйретумен шектелмейді. Тұлғалық даму, музыка баланың сезімін байытып, көңіл күйін жақсартып, эмоционалды интеллектісін дамытады. Танымдық даму, әуен мен ырғақ арқылы есте сақтау, есту қабілеттерін жетілдіреді. Коммуникативті даму, ән айту және рөлдік ойындар арқылы сөйлеу мен өзін еркін ұстау дағдыларын арттырады. Қазіргі қоғамда ұлттық бірегейлікті сақтау маңызды. Балаларға қазақтың бай музыкалық мұрасы домбыра, қобыз, халық әндерін ерте жастан таныстырған дұрыс. Сол арқылы олар рухани бай және ұрпақ болып өсуіне негіз қаланады. Құрметті әріптестер, сіздерден өтініш, микрофондарыңызды басында салсаңыздар. Ұлттық және әлемдік әндерді салыстыра оқыту арқылы Новый год, кажется. Или в декабре. Отрасль новый. Екі жүз мың студентша береді Новый год. Молодец. Оңдар, не жеп отырсыңдар? Әріптестер, Сәуле әріптес, микрофоныңызды өшірсеңізші, мұғалімдерге кедергі болып жатыр. Организаторлар мынаның дауысын басып тастауға болмай ма? Кім организаторына дауысын өшіріп тастасаңыздаршы. Ужас қой мынау. Жақсы шығып кетті осы. Рахмет. Қазіргі қоғамда ұлттық бірегейлікті сақтау маңызды. Балаларға қазақтың бай музыкалық мұрасымен домбыра, қобыз, халық әндерімен ерте жастан таныстыру. Сол арқылы балалардың рухани бай және мәдениетті ұрпақ болып өсуіне негіз қаланады. Ұлттық және әлемдік әндерді салыстыра отыру арқылы баланың мәдени көкжиегін кеңейтеді. Музыкалық тәрбие балабақша кезеңінде қажетті маңызды дағдыларды қалыптастыру. Балалық шақтан бастап өнер мен әдемілікке деген сүйіспеншілігін арттыру, болашаққа эстетикалық талғамы жоғары тұлға болып қалыптасуының кепілі. Бағдарлама музыкалық білім беру және ұлттық тәрбие негіздерін ұштастыру арқылы баланың үйлесімді дамуының қалыптасуын қамтамасыз етеді. Музыка көңілді бағдарлама мақсаты музыка көңілді досымыздың балаларға музыка ұғымы туралы алғашқы түсініктерін қалыптастыру. Қазақтың ұлттық музыкасы мен әлем музыкасына қызығушылығын ояту, есту, есте сақтау, сөйлеу және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Бағдарлама міндеттері: балалар музыка ұғымы деген не екенін түсіндіру, оны әуен, ырғағы мен көңіл күйі туралы үйрету. Қазақ халқының домбыра, қобыз секілді ұлттық аспаптар мен халық әндерімен таныстыру. Балалардың ән айтуға,
ән тыңдауға, қарапайым әуендерді сезініп, қимыл арқылы жеткізуге баулу. Музыкалық аспаптардың түрлерімен таныстырып, олардың ойын арқылы ойында қолдана білу. Балалардың өзін еркін ұстауына, ән айтып, шағын көріністерге қатысу, өзіне ұнаған аспаптарды таңдай білуге үйрету. Музыка көңілді досымыздың бағдарламасының ерекшелігі қазақтың халық әндері мен аспаптарын баланың жасына сай үлгіде таныстыру. Музыкалық білімді ойын, ән, би, сахналық көрініс арқылы үйрету. Баланың жеке қабілетін ашуға бағытталған шығармалармен таныстыру. Балаларды еркін сөйлеуге, ән айтып, рөлдерін сомдауға баулу. Ғылымилығы бағдарлама музыкалық білім беру балабақша педагогикасы мен ұлттық тәрбие негізіне сүйенеді. Музыканың түрлері, әуен мен ырғақ ерекшеліктері, ұлттық аспаптар мен әндердің шығу тарихы, ойын және көркемдік тәсілдер арқылы балаға жеткізіледі. Бағдарлама танымдық және шығармашылық бағытта. Құрылым балалардың өнерге қызығушылығын арттыруға, ойлауын дамытуға, ұлттық құндылықтарға сүйіспеншілікпен қарауға тәрбиелейді. Білуі қажет, білуі және түсінуі. Музыка ұғымының не екенін, оның дыбыстан, әуен мен ырғақтан тұратынын түсінеді. Қазақ ұлттық аспаптары домбыра, қобыз және халық әндерін таниды. Әртүрлі көңіл күйді әуендерді жылдам, баяу, көңілді әуендерді ажырата біледі. Ән тыңдағанда қандай сезім тудыратындығын айтып бере алады. Қолдану. Әндерді тыңдап қарапайым қимылдармен және би қимылдарын бірге орындай алады. Әуенді дауыспен немесе аспап арқылы соқпалы, ұрмалы, сылдырмақтармен тағы басқа түрлермен жеткізе алады. Музыкалық ойындар мен қойылымдарға белсене қатысады. Түрлі аспаптың дыбысын ажыратып танып үйренеді. Жинақтау, бағалау, ән мен дыбысты тыңдап, өз ойын айта алады. Көңілді, баяу, шуақты дегендей. Ұнаған әнін немесе аспабын тыңдап, оны таңдау себебін түсіндіре алады. Қарапайым сахналық көрініске қатысып, образ жасай алады. Достарының өнерін тыңдап, қошемет көрсетіп, алғыс айта алады. Күтілетін нәтиже. Музыка деген ұғымды түсінеді, ырғақты сезіне алады. Ән тыңдап, би қимылдарын бірге жасай алады. Ертеңгіліктер мен музыкалық қойылымдарға барынша күш-жігерін жинап, өзін көрсетіп, өзі қойылымда толық атқара алады. Қарапайым әндерді шырқап, аспаптарда ойнауға қатыса алады. Қазақтың ұлттық әндері мен аспаптарын біледі, тыңдайды, талдайды. Музыка көңілді досымыздың жалпы бағдарламасы бөлімі 4 бөлімнен тұрады. Әр бөлімде 4 кезең. Музыка дегеніміз не? Балабақша балалары болғандықтан, бұларға жалпы музыканың не екенін, барлығын жай-жайдан үйрету керек. Ең бірінші бөлім музыка дегеніміз не? Дыбыстар мен әуендер, ойна тыңда таны, музыканың көңіл күйі, қазақтың домбырасы мен қобызын тыңдай білу. Екінші бөлім әндер әлемі, халық әндерімен танысу. Музыка және ертегі. Балаларға опера дегеніміз не, қуыршақ театр дегеніміз не, әуендер туралы, сахналық көріністер туралы түрлі ақпараттар беріп таныстыру. И это самое ничего не перевели? Я ничего не переводила. Они, короче, меня решили связать с Астаной. С Астаной решили связать. Келесі, мұғалімдер мен оқушыларға арналған әдебиеттер тізімі, және бұл бағдарламаны біз 5-6 жастағы балаларға үйрете аламыз балабақшадағы. Кез келген ойын түрінде балалардың қызығушылығын, ұлттық мәдениетімізді енгізе отырып, соны сабақтастыра отырып, балаларға үйретеміз. Жай ғана балаларға сабақ өткен кезде бұл 7 нота деп қана үйретпей, мысалға қолдың моторикасын пайдалана отырып үйретсек болады. Біздің қолымыздағы 5 саусақ
музыкадағы 5 сызық, осы 5 сызыққа 7 нотаны орналастырсақ болады. Міне, ең астыңғы саусағымызда до нотасы орналастырады, одан сәл жоғарысы ре нотасы, ми, фа, соль, ля, си. Осындай қолдың моторикасын пайдалану арқылы балаға үйретілген тапсырма жақсырақ есінде қалады, оның дамуына, оның ой өрісінің өсуіне, есте сақтау қабілетіне көбірек әсер етеді. Қазіргі уақытта барлық сабақ түрін қарапайым әдіспен емес, ойын түрінде өткізілген сабақтар өте ұтымдырақ болады. Балалардан жақсы нәтиже ала аламыз. Сіздерге назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, ортаға қоюларыңызды сұраймын. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, бізде аз ғана уақыт қалды. Сәлеметсіз бе, әріптес? Мына сіздің жасаған авторлық бағдарламаңыз өте жаңағы жақсы жасалған екен. Рет-ретімен енді балабақшаға авторлық бағдарламаны расымен де мен бірінші рет көріп тұрмын. Ол мектеп оқушыларынан гөрі балабақша балаларымен жұмыс жасаған өте қиын. Әріп танымайтын, оң солын танымайтын балалармен музыкаға баулу, музыканың ажырата білу өте қиын. Сондықтан да жұмысыңыз табысты болсын. Иә, менде аларым бар екен, мектеп оқушыларына біз басқа бағытта авторлық бағдарлама жасаушы едік. Мына өте тиімді әрі ретті жасалған бағдарлама екен. Жұмысыңыз жемісті болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы жұмыс жасалынды, қажетті өздеріңізге ақпарат ала алдыңыздар деп ойлаймыз. Қатысқандарыңызға үлкен рахмет, уақыт бөліп. Видео запись болды ма? Мынау балабақшанікі ма, мектептікі ма? Білім инновация лицейінің мұғалімі Алу апай таныстырылып өтілді бірінші. Одан кейін мен 57-ші Бөбекжай балабақшасының музыканты, педагог магистр, педагог сарапшы өзімнің бағдарламамды таныстырып өттім. Жақсы, рахмет. Жақсы, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Алуа Мұқашевна, мұғалімдер болды ма? Шыға берейік па конференциядан?